карточка бөліп берейін. Сіздер осыдан қарап, сіздер өздеріңіз жаңағы топқа бөлінесіздер. Ал енді қараймыз, бұл жерде кімге? Су кімге, от кімге жаңағы күн сәулесі тиеді. Соны орнымызға тұрып, бірінші, екінші, үшінші топқа бөлінеміз. Топқа бөлінді. Жарайсыздар, енді барлығымыз орнымыздан тұрып, біз сабағымызды бастамас бұрын ыстық негізімізді білдірейік. Бірінші топ, екінші топқа, екінші топ, үшінші топқа, үшінші топ, бірінші топқа бастаңыздар. Мен екінші топ пен үшінші топқа сәттілік тілеймін, осы сабақты жақсы оқып. Екінші топ сіздер? Мен бірінші топқа сәттілік және де қазіргі сабағымызды жақсы түсіндіруге сәттілік тілеймін. Мен бірінші топқа ыстық лебізімді білдіремін және олар бұл сабақта жақсы нәтиже беріп, үздік оларына сенемін. Молодец, жарайсыздар. Енді отыра қойыңыздар. Ал енді бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын үй тапсырмасын қайталайық, оқушылар. Үй тапсырмасының біз өткен тақырыпта табиғи ресурстарды өткен болатынбыз. Ол үшін суреттер сөйлейді бағдарламасы әдістемесі бойынша өтеміз. Ал балалар, суреттен біз не көріп тұрмыз? Табиғаты және де табиғи ресурстарды игеруді көріп тұрмыз. Соған байланысты балалар, бүгін үй жұмысын Kahoot бағдарламасы бойынша сабағымызды өтеміз. Ал енді барлығымыз кіріп болсақ, енді старт басамыз. Старт басталып, табиғи ресурстар. Қараймыз. Мына жерден бірінші сұрақты оқимыз. Табиғи қорлар дегеніміз не? Жауаптары. Тез жауап береміз, 20 секунд. Кетті. Бұл жерде басты. Келесін тапсырамыз. Бұл жерде тек қана от топ жауап берген, қалған екі топ жауап бере алмады. Дұрыс емес болды. Келесі сұрақ. Оқимыз. Енді келесі үшінші сұрақ. Кәне балалар, тапсыруға тырысайық. Табиғи ресурстар қанша бөлікке бөлінеді? Екеуі жауап берді. Үшінші топ кәне? Үшеуі жауап берді. Жарайсыздар. Көппіз, екі бөліктен тұрады. Бұл жерде қазір су тобы екінші орында келеді, бірінші орында келеді. Төртінші сұрақ. Сарқылмайтын табиғат ресурстарына не жатады? Сарқылмайтын табиғат ресурстары. Сарқылатын ресурстар қанша топқа бөлінеді? Кәне? Ал енді бұл жерде екі топқа бөлінеді екен. Қанша топымыз? Қазір қараймыз. Үшінші орын. Су тобы алды. Екінші топ. Бірінші орын бізде. От тобы. Жарайсыздар. Ал балалар, бүгінгі үй тапсырмасын көрдік, талқыладық, жеткіздік. Енді біз бұл жерден табиғат ресурстары, яғни қазіргі таңдағы қоршаған ортаны қалай ластамау керегі туралы, сол туралы бейне ролик көрейік. Өмір сүрудеміз. Жер, ғарыш кеңістігіндегі бізге белгілі тіршілік көзі бар жалғыз ғаламшар. Оның биосферасы өз тұрғындарын өмір сүруге қажетті игіліктермен қамтамасыз етіп келеді. Жер бетінде жануарлардың 1,5 миллион астам түрі бар.
осындай баға жетпес қазынаға қолы жеткен эволюциялық тіршілік иелерінің ішіндегі қаланы көгалдандыруға атсалысыңыз. Жердің ресурстарының арқасында бізде өмір сүруге қолайлы орта бар. Ол бізге үй, азық-түлік сыйлау, мәдени жетілу мен өркендеуге мүмкіндік береді. Біздің өткеніміз бен бүгінімізді қалыптастырды. Ал біз өзімізден кейінгі ұрпақтың болашағын қамтамасыз ете аламыз ба? Осыған жер бетіндегі ең саналы жаратылыс иесі. Игеру барысындағы ауаның ластануы, судың ластануы, тұщы судың қорының азаюы, не балы біздің болашақтағы келер ұрпағымызға қалдырар. Егер біз осы күйімізбен жалғастыра беретін болса, біздің ұрпағымызға ештеңе де қалмауы мүмкін, не балы. Енді осы видеоны көрген екен, тапсырма орындайық. Ойлан, жұптас ойыңмен бөліс арқылы бұл жұптық жұмыстар болып жұптық жұмыс жасаймыз, яғни мәтінмен жұмыс. Бұл жерде сіздерге сұрақ берілген, сұрақты оқисыздар, сол бойынша сіздер жұмыс жасайсыздар. Енді ортада жұптас болғандықтан жұптасып өздеріңіз жаңағы тапсырманы орындаймыз. Сіздерге 1 минут уақыт алып кетті. Егер болсаңыздар, тоқталасыз. Егер болғандарыңыз болса, шоқалаңыз. Ал жарайсыздар. Енді бірінші топтан бастап бүгінгі сабағымызды тапсырманы орындауға шығайық. Кім шығады бірінші топтан? Мағжан. Шығамыз. Сіздер қай ресурс бойынша бүгінгі сабақтың тапсырманы орындауға отырсыздар? Табиғат ресурстарының газ және мұнай. Мұнай және газ. Бұл біздің ең басты проблемаларымыздың бірі. Не себептен алдыңыздар? Және сол туралы қысқаша атап өтіңіздер. Проблемаларымыздың бірі ол мұнайдың кесірінен, мұнайдың көптігінің кесірінен бізде су жануарлары көбінесе уланып өліп жатады. Себебі оны өндіру барысында немесе тасымалдау барысында. Мысалы, Қазақстанның батыс бөлігінде, Каспий теңізінің жағалауында бізде мұнай кен орындары бар. Сол жерде Каспийге төгілетін мұнайлар бізде су жануарлары өлтіруде. Бізде мына жақта Арабия түбегінде Үнді мұхитына Арабия түбегіндегі мұнай кен орындары мұнай төгуде. Ал енді екінші топ қай табиғат ресурстарын алды екен, сол бойынша бүгінгі тапсырманы көрейік. Табиғи өндірістерді таңдадық. Қазіргі таңда фабрика және машина өңдейтін фабрикалар өте көп болып жатыр. Машинаның өндірісі басында газдардың иісі шығып, Антарктида және де солтүстік мұздық мұхиттардың еруі болып жатыр. Фабрикалар мен машиналардың түтіні мұзды мұхиттарды еріту ғана емес, ол ауаны да құртып жатыр. Дұрыс. Дұрыс, оқушылар отырамыз. Ал енді біз үшінші топтан шығарайық. Үшінші топ. Тағы да кім қасымызға шығады? Ресурстардан топырақтың эрозияға ұшырауы және де топырақтың тұтастықтандыруын алдық. Яғни бұл жайтқа бізде Қазақстандағы Арал теңізін айтсақ болады, және де Сарқұмның жерін айтсақ болады. Яғни бұл жерлерде топырақ құнарсыздандырып, оған өсімдіктердің флорасы мен фаунасына зақым тиіп жатыр. Және де бізде тағы да айта кететін бір мәселе бар, ол ауаның ластануы болып жатыр. Яғни ауаның ластануы біз дамушы және де дамыған мемлекеттердің әсерінен, яғни осы мемлекеттерде көп өндіріс фабрикалар болғандықтан, оларда озон қабатының тесуі болады. Мысалға айтып кетсек, мысалы Жапония елі, Қытай елі, Ресей елі, ақш-та болып жатыр. Дұрыс, жарайсыздар, отыра қойыңыздар. Ал енді балалар осы бойынша бір-бірімізді бағалаймыз. Бірінші топ, екінші топта қалай бағалайсыздар? Екінші топқа баға беретін болсақ, екінші топ өзінің жұмысымен жақсы айналысады және біз олардан керемет мағлұмат аламыз. Екінші топ, үшінші топты бағалап жіберейік.
үшіншісі өте жақсы түсіндірді. Бәрі жақсы түсіндіріп, мағынасын түсіндіріп берді. Үшіншісі бірінші топты бағалаңыздар. Біздер бірінші топқа маған өте қатты ұнады, және олардың айтқан мәліметтері біз үшін өте құнды болып қалады. Жарайсыздар. Ал енді балалар, келесі тапсырманы орындайық. Бұл жерде қар кесегі әдісі арқылы, яғни 3 топ постер қорғаймыз. Алдарыңызда берілген плакатты алыңыздар. Сол бойынша бүгінгі таңда бірінші топқа берілген үлкен қалалардың ластануы, дамыған мемлекеттер, дамушы мемлекеттер, екінші топқа озон қабатының бұзылуы, не себептен, соны туралы түсіндіресіздер. Үшінші топ бұл шөлейттеніп, яғни топырақтардың құнарсыздануы. Бұл жерде сіздерге бағалау критерий және дискриптор берілген. Осы бойынша жұмыс жасайсыздар, сіздерге 1 минут уақыт. Ал сонымен топтар болдыңыздар ма? Оғанда шапалғаныз. Ал енді қай топтан бастап шығарамыз? Бірінші топ. Біз екінші топқа үлкен қаланың ластануы туралы берілген. Жалпы ластану адамға және табиғи экожүйеге зиянды жер әсер ететін физикалық және биологиялық заттардың қоршаған ортаға залал келтіруі. Сонымен ластанудың осы жоғары деңгейдегі қалалар, ол төрт қала бар: Жезқазған, Қаратау, Шымкент және Өскемен. Мәселені шешу жолдары машинаның ойына бересін қою. Яғни машина түтін шығарады, ал бересін түтін шығармайды. Яғни ол біздің өзіміздің денсаулығымызға пайдасын келтіреді. Зауыттарды қала сыртына салу. Өйткені зауыттарда қаншама түтін шығады, одан да болсын қаламыз ауасы ластанады. Сондықтан алыс жерге салу қажет. Қорытынды, кез келген экологиялық мәселені шешу үшін көптеген амалды қолдану қажет. Ал енді екінші топ. Біздің топқа шөлейттену берілген болатын. Бұл шөлейттену, бұл негізінде жаңағы топырақтың қайта өзгеріп кетуі және де биологиялық өнімдердің төмендеуімен айналаны шөлейттену бастауы болып табылады. Шөлейттенудің негізгі қызметтеріне қуаңшылық және құрғақ климат және ыстықтану. сонымен қатар антропогендік күшті жайттармен су ресурстарының біркелкі болмауы, сонымен қатар жаңағы топырақтың тасқын сулармен жөнелткен жерлердің кесірінен топырақтың беткі құнарлы қабатын шайып алып кетуі. Бұзылуы, сүйектер, ауаның ластануы, ғарышқа ұшуы. Және де фабриканың машиналардың газынан. Қорытындыға келе өткізіп, осылардың болмауы үшін көптеген амалдарды қолдануымыз керек. Жарайсыздар. Ал енді оқушылар, бұл жерде өздеріңіз жұмыс жасадыңыздар, топпенен. Енді әр топ өзін бағаласын. Бірінші топ өздеріңізді қалай бағалайсыздар? Біз өзімізді жұмысымызды 5 балаға бағалаймыз, яғни біз тақырыпты толық жеткіземіз дейміз. Жарайсыздар. Екінші топ. Біз өзімізді 5 балаға бағалаймыз, өйткені біз өзіміздің тақырыбымызды өте жақсы түсіндіре алдық, және де басқа мәлімет бере алдық деп ойлаймыз. Үшінші топ. Біз жұмысымызды өте жақсы бағалаймыз, себебі біз шөлейттенудің неліктен болатынын түсіндіре алдық, сонымен қатар шөлейттену туралы ақпарат бере алдық. Жарайсыздар. Қолдарыңызда стикерлерді барып жақсырайық. Тиісті. Әр топтан шығып, өз сабағымызды қорытындайық. Бізге жазу түсінеді, өйткені біз бәрін түсіндік, бәрін меңгере алдық. Біздің сабақ өте қызық болды. Біз жақсы түсті таңдадық, өйткені бізде бүгінгі сабақ өте түсінікті болды, және де көп ақпарат ала алдық. Біздің топтың жасыл түске жабыстырған себебі бізге сабақ қатты ұнады, өйткені бұл тақырып оңай деп үміттенемін. Өйткені бұл жерде әртүрлі ластану, яғни ластануды біз өзіміз де білеміз, сол үшін маған осы сабақта бәрі ұнап, бәрі түсінікті болды. Рахмет сіздерге оқушылар, бүгінгі сабақта атсалысып, бізбен бірге білімдеріңізді тереңдетіп, бізбен бірге бөліскендеріңіз үшін. Сау болыңыздар оқушылар.